Тараз қаласы күшті қабылдап отыр. Ботагөз ханым продукттан демонстрация көрсетіп жатыр. Бар адамдардың өзінің жеке сұрақтары бар. Сайрагүл ханым көмектесіп жатыр. Процесс барысы өте күшті кетіп жатыр. Адамдарға мүмкін біреуге көмектескіңіз келіп тұрған шығар. Бір адамдардың ауруына, болмаса біреудің қаржылық қиыншылығына Алла Тағала мән деп бермейді бізге. Адамдар арқылы береді. Сол үшін енді бір-бірімізге себеп болатын шығармыз. Бұл үлкен корпорация, анау-мынау компания, анау-мынау продукция емес. Сіздерге талай презентация болған шығар мына жерде, ойбай құрбасқа байып кетесіңдер деп. Талай компанияға барған шығарсыздар, иә? Ал бұны басқаша қабылдаңыздар. Сіз дәл бүгін осы компанияны, осы корпорацияны қалай қабылдайсыз? Дәл бүгін. Солай ары қарай сізде энергия пайда болады да. Бұл сіздерге сондай үлкен команда келеді. Сіздердің жаңағы үлкен бір барып жүрген видео бар, маған кеше 60%-ға шыққаннан кейін. Айтам сен хабидан сал. Әйелім демасы жаңағы тұман не қылды. Сөйтіп жылап. Алла шықпасын берсін. Айтып отырмын ғой, құдіреті күшті нәрсе. Больницаға апарды мен жаңағы абай 90 дейтін. Сөйтіп Бана өтсекпен жалып қаласыздар. содан бүкіл немеден анализ алып жаңағы неден өттім. Комиссиялардан өттім. Сода өткен осы мынау көз барлығын не қылдым. Сөйтті мені неге қойды. Операцияға очередь порталға. Осы менің 24-ін осы айның. Менің ағымда жазылып 24-ін операция. Сөйтіп, Роза деген жаңағы досым іздеп жүр. Осы мынау жаңағы карандаш, жаңағы золотой карандаш дейма жаңағы. Соны алып келіп, соны жақтық. Жаға басады маған бет көздің жан-жағын осы. Сонда 5 күннен кейін осы 10 лет бұл сырғас көрдім. 5 күннен кейін сенесіздер ме, сенбейсіздер ме, жаңағы болған нәрседен Машина дейсің, за рулем 20 күн үйде отырып қалды, операцияға бармайын. Соның кейін 5-ші күні азанда тұрып кетіп бара жатсам, Роза мен мынаны жағып жүріп жақсы болдым. Маған не қылса машинаны айдап шығам бүгін деді. Абайла дедім, енді күндіз ғой жарық жүре бер, абайлап дедім. Сөйтіп едім, айдап кет. Азамыздың екі қызды садикқа барады, екіне беремін, кешке алып қайтатын. Сол күндіз кішкене ары беріп жүреді. жаңағы анау Болсын деп тұр оны. мен бұдан кейін неге бардым ғой, глазныйға бардым да, жаңағы мынаны апарып тексерттім де осы. Мен не қылдым, сіздер білесіздер. Бағымыз қарайды, дәл біз Таразға бұйырған екен, Тараз қаласы өте қатты ұнады. Біздің жалпы жол сапарымызды білесіздер, Джемин Груп үлкен корпорация халыққа таныстыру мақсатында маркетинг жүйесін, өнім жүйесін жеткілікті түрде сіздерге түсіндіріп кетейік деп шештік. Ары қарай шешім өздеріңізде болады. Жалпы Джемин Груп компаниясы 32 жылдан бері Қытайдың ішінде істеп жатқан үлкен корпорация. 870 гектар жері бар, бүкіл өнімді өздерінің жерлерінде егеді және өздерінің лабораторияларында өндіреді. То есть басқа елден, басқа компаниядан сатып алмайды. Осы компанияның өнімі 156 больницаның компаниясында өздері докторхана дейді ғой. Сол больницаларда сатылады. Бізде мына Құлжаға барсаңызда, Құлжа достық медицинасының өзінде де осы компанияның өнімі сатылады, мақсат tasалау мақсатында. Қазір өнім жөнінде толыққанды Ботагөз ханым сіздерге жеткілікті түрде түсіндіріп айтады. Сұрақтарыңызды тыңдап болғаннан кейін қойсаңыздар болады. Сосын маркетинг жүйесін талқылайтын боламыз.